Қазақстанда коммерциялық емес ұйымдар арасында әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған әрекет гранттар байқауы басталады. 2021 жылы конкурс онлайн түрде 3 кезеңде өтеді. Өтінімдерді қабылдау және үміткерлерді іріктеу, қатысушыларға арналған білім беру бағдарламалары және жеңімпаздарды анықтай отырып жобаларды қорғау. Байқау шарттары sktrust.kz сайтында қолжетімді. Биыл конкурсқа кандидаттардың 2 санаты қатыса алады. Біріншісі, жоба аясында бұрын грант алмаған коммерциялық емес ұйымдар. Екіншісі, 2018-2019 жылдары әрекет жобасы бойынша гранттар алған коммерциялық емес ұйымдар. 2 санаттағы үміткерлер қордың әрекет.skt@gmail.com электрондық мекен-жайына сканерленген PDF форматындағы өтінімді орыс немесе қазақ тілдерінде ұсыну керек. Гранттар байқауы туралы толық ережемен sktrust.kz сайтының әрекет бөлімінде танысуға болады. Өтінімдерді қабылдаудың бірінші кезеңі 23 тамыздан басталып, 2021 жылдың 17 қыркүйегіне дейін жалғасады. Өз ісіңізді дамытуға грант алу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Сәттілік!